Сәлем достар, әдеттегідей сіздермен бірге доллар кезет арнасы. Біздің мақсатымыз халқымыздың қаржылық сауатын жақсарту, қаржылық еркіндік жолына жетелеу болып табылады. Бүгін біз сіздермен бірге пассивті табыс табу жолдарын қарастырамыз. Алдымен достар, пассивті табыс табу жолдары дегеніміз не? Оны қалай құруға болады? Пассивті табысын қандай көздері бар екенін айтатын боламын. Пассивті табысты байыпты түрде жоспарлау керек. Өйткені оған алғашында өзіңіз тер төгесіз. Содан кейін еңбегіңіздің жемісін көресіз. Пассивті табыс күнделікті еңбек шығындарын қажет етпейтін табыс деп те аталады. Белсенді табыстан айырмашылығы, пассивті табыс бір рет жасалады. Содан кейін тек сыйақысын алып отырасыз. Мұндай табысқа энергияңызды, күшіңізді, уақытыңызды жұмсамайсыз. Оның орнына энергияңызды өзіңізді дамытуға, сүйікті ісіңізбен айналысуға, отбасыңызбен уақыт өткізуге мүмкіндік береді. Олай болса, пассивті кіріске нелер жатады? Бірнешеуін мысалға келтіре айтайын. Жылжымайтын мүлікті жалға беру. Қазіргі таңда кез келген жұмысы бар адам болашақты жоспарлап үй алуды көздейді. Осындай қосымша үйі бар жандар үшін таптырмас мүмкіндік. Жылжымайтын мүлікті жалға берудің бірнеше тәсілі бар. Ұзақ мерзімді жалға беру, тұрақты түрде жалақы секілді ақша алып отырудың тиімді тәсілі, бастысы сенімді клиент табу, үйге бақылау жасап, тексеріп қоюды ұмытпау керек. Пәтерді күніне жалға беру, тұрақты емес, бірақ ұзақ мерзімге қарағанда көбірек табыс табуға болатын тәсіл. Алайда ішін әрдайым тазалық пен жөндеу жұмыстарын жасап отыру керек. Бөлмені жалға беру. Егер жалғыз өзіңіз 3-4 бөлмелі пәтерде тұрсаңыз, бір бөлмені жалға беруге болады. Бұл кезде тәуекелге бел буламайсыз, қосымша ақша табумен қатар коммуналды қызмет ақшасын бөліп төлейсіз. Әрине өзге адамдармен тұруға екінің бірі шыдамайды. Алайда бұл әдіс сіз үшін тиімді ме, соны тексеріп көрген жөн. Коммерциялық мекеме негізінде жалға беру. Пәтер бірінші қабатта орналасса, не тұрғын үйден бөлек жылжымайтын мүлік болса, оны дүкен, офис түрінде жалға беру тиімді. Сізге белгіленген ауыртпашылық пен қауіптер аз болады. Жалға алушы мекемеге өзі жөндеу, әсемдеу жұмыстарын жасайды. Ақшаны банкке салу. Біріншіден, сіз аз ғана болса да ай сайын депозиттен табыс көре аласыз. 90 сайын 6 айда, бір жылда алатын табыс көбірек болады. Бірінші жағдайда әр ай сайын пайыздарды алу мүмкіндігі бар жинақ шотын таңдаңыз. Ал екінші жағдайда пайыздар ай сайын негізгі салыммен есептелген кезде капиталдандыратын салымды таңдаңыз. Осы кезде көбірек ақшаға ие боласыз. Дивидендті акция сатып алу. Бағалы қағаз арқылы біршама қаржы иеленуге болады. Бастысы акция сатушыны дұрыс таңдауыңыз керек. Алдымен артықшылығы бар ма, акцияларды қарастыру керек. Олардан дивидендті әрқашан төлене ме, әлде төленбей ме? Екіншіден, сіз акцияны алатын компания әлеуетіне баға беріңіз. Болашағы бар компания болса, қаржы да үнемі өсіп отырады. Инвестициялық пай қорларына қаражат салу. Бұл қор мүлкінің құнын арттыру мақсатында мамандандырылған мүліктік кешен. Инвестициялық пай қорларының мәні инвестор мамандарға ақшасын сеніп тапсырады, ал олар қаражатты көбейту үшін бар мүмкіндікті жасайды. Алайда бұл жерде 100%-лық кепіл жоқ. Сол себепті сенімді әрі жақсы қорды табу үшін рейтингтерді қарап, инвестициялық пай қорларына туралы барлық мәліметпен таныс болыңыз. Құрылыс жүріп жатқан үйді сатып алу. Құрылыс кезінде және пайдалануға беру кезінде пәтер бағасының айырмашылығы 15-30%-ды құрайды. Тиісінше сіз пәтерді мысалы 7 миллион теңгеге сатып ала алсаңыз, ал бірнеше жылдан кейін оны 7,5 миллионға сата аласыз. Бұл тұрақты әрі айқын емес пассивті кіріс нұсқасы. Алданған үлескер ретінде ақшасыз қалмау үшін сенімді құрылыс жасаушыны таңдау маңызды. Хоббиді ақшаға айналдыру.
кез келген адамның бойында бір ерекшелігі бары сөзсіз. Егер сіз тігін тігу не ұсталық шеберлігіңіз болса, оны дамытуға болады. Әлеуметтік желілерден парақша жүргізіңіз, сол сияқты түрлі жолдарды қарастыру керек. Достар, сіздерге пассивті табыс табу жолдары түсінікті болды деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Доллар Кезет арнасы. Келесі кездескенше.